Мынау Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын өзен энергия сервис мекемесі ереуілдетіп тұрғанына, еңбек дауына ереуілдетіп тұрғанына бүгін 7-ші күн. Әкімшілік өткенде 2-3 күндікте келіп жалақы көтеруге тек 10% ғана көтереміз деп айтқан болатын. 10%-бен жұмысшылар мүлде келіскен жоқ. Ең төмен жалақы 250 мың көлемінде болсын деп талап қойып отырмыз. Бүгін ереуілдетіп отырғанына 7-ші күн. Міне демалыс күнде осында тұрып еңбек дауын жалақысын талап етіп жатыр. Осыны жоғарыда отырған лауазымды азаматтар осыған атсалысып, осы еңбек дауын оңынан шешілуін қолдап, тез арада шешіп беруін талап етеміз осыны.